Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет баклажанды қуыру әдісіменен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ең алдымен баклажандарымызды жуып, тазалап алып, осылай жіңішке қылып турап аламыз. Енді қанша мөлшерде қанша кететінін бәрін описанияда жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Осылай баклажандарымызды жақсылап осынша етіп турап аламыз. Турап болған баклажандарымызды осылай тұз суға саламыз. Ең алдымен ыдысымызға су құйып алып, оның ішіне тұз салып, жақсылап араластырып, ерігенін күтіп, ерігеннен кейін осылай баклажандарымызды осылай тұз суға сап қоямыз. Bir сағатқа салып қойдым. 1 сағаттан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай осылай жақсылап кепкенін күтеміз. Жақсылап кептіріп аламыз. Болмаса салфеткамен екі бетін кептіріп алсаңыздар болады. Осылай кептіріп болғаннан кейін бір ыдысымызға осылай жұмыртқамызды сабаламыз. Bir жұмыртқа жеткілікті. Осы жұмыртқамызды жақсылап тұз салып, жақсылап араластырамыз. Панированный сухариге аунататын боламыз. Панированный сухари супермаркеттерде сатылады. Сол жерден алып жасасаңыздар болады. Енді бірінші баклажанымызды осылай жұмыртқаға жақсылап малып аунатып аламыз. Аунатып болған екен панированный сухариге осылай аунатамыз. Қызып тұрған майға қуыратын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай жақсылап малып алыңыздар. Қызып тұрған газымызға осылай қуыратын боламыз. Осылай қуырып аламыз. Екі бетінде жақсылап қызарған, қатты қызартпай, осылай сары күйінше салып алсаңыздар болады. Бізге творожный сыр қажет болады, және де салатный лист жапырағы қажет болады. Енді осыны творожный сырды салып, осылай орайтын боламыз. Енді сіздер чеснок қосып, помидор қосып жасасаңыздар да болады. Болмаса дәл осы тәсілмен жасасаңыздар да дәмді болады. Өте дәмі ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осылай жақсылап нығыздап ораймыз. Өте аппетитный және де өте тамаша болып шықты. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің баклажандарымыз өте әдемі болып, қуырылған, өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.